Үш ауыз ақыл. Ертеде бір байдың жалғыз ұлы жылқы бағып жүрсе, оған бір қария келіп: балам, бір үйір жылқы берсең, саған 3 ауыз ақыл үйретейін депті. Жігіт ішінен: өзім де осы жылқылардан құтыла алмай жүремін. Жылқыларымды берсем, мал бағудан құтылармын деп ойлайды да. Жақсы ата, айт ақылыңды дейді байдың ұлы. Балам, су ішкен құдығыңа түкірме, таңғы асты тастама, үнемі оң қолыңа, сол қолың араша болсын дейді қария. Жігіт бір үйір жылқысын береді де, қария жылқысын айдап өз жөніне кетеді. Кешке жігіт үйіне келеді. Әкесі одан мал аман ба деп сұрайды. Малды 3 ауыз ақылға айырбастадым дейді ұлы. Әкесі ашуланып ұлын үйінен қуып жібереді. Жігіттің босанғалы отырған жас келіншегі бар екен. Бала әйеліне: сен мені күт, әкемнің бір үйір жылқысын 3 үйір жылқы қылып қайтып келемін дейді. Кетерінде жігіт сол күткеннен мол кетеді. Жүре бір қалаға жетеді. Қаланы аралап жүріп хан сарайының алдына келеді. Ханның нөкерлері бұның жат жерлік екенін біліп жөн сұрасады. Неғып жүрген адамсың, аурусың ба, саусың ба дейді. Дедім сау, жұмыс іздеп жүрген жанмын. Сарайдан маған орын табылса, қызметке жараймын деп жауап береді жігіт. Нөкерлер ханға келіп: бір жолаушы сізге қызметші болғысы келеді дейді. Хан шақырып көрсе, бойызын сымбатты жігіт екен. Хан мақұл көріп: сен менің есік алдыма күзетші болып тұр дейді. Жігіт келісім беріп, ханның есігін күзетеді. Жігіттің сымбатына ханның әйелінің екі есі кетіп ғашық болады. Ханның әйелі бір күні кешке жігітті дастарханға шақырады. Сол кезде жылқыға айырбастаған бірінші ақыл есіне түседі. Ішінен: қария су ішкен құдығыңа түкірме деп ақыл айтып еді. Хан маған жақсылық жасады, қызметке алып сенім білдірді. Мен оның жақсылығын жамандықпен қайтармаймын деп әйелдің айтқанына көнбейді. Дегені болмаған әйел ханға келіп: мына жігіт ары бері өткен сайын маған көз тігіп жүр деп жала жабады. Хан күзетшілерінен құтылмақ болады. Ертесіне нөкерлеріне: кім ертемен көмір алуға келсе, соны қайтып шыға алмайтын зынданға тастаңдар деп әмір береді. Содан жігітті хан шақырып, ертемен көміршілерден бір қап көмір алып кел деп бұйырады. Жігіт ерте тұрып көміршілерге жүгіріп бара жатса, бір кемпір алдынан шығып: ей балам, жалғыз өзіме ас батпай отыр, маған серік бол деп, дәм тат деп шақырады. Асығыспын әжей, ханның тапсырмасы еді деп жігіт ақталмақ болады. Балам-ау, уақыт әлі ерте ғой дейді кемпір. Сол кезде таңғы асты тастама деген баяғы қарияның екінші ақылы есіне түседі. Қарияның бұл ақылын да тыңдайын деп кемпірдің үйіне дәм татқалы кіреді. Сол екі арада ханның әйелі жігітті бір көріп қалғысы келіп көміршілерге келеді. Ханның әмірін күтіп тұрған нөкерлер жүгіріп келген әйелді ұстап алып зынданға тастап жібереді. Тамақ ішуге бүгілген бала көміршілерден бір қап көмірді ала сала жүгіріп сарайға оралады. Хан оны көріп таң қалады. Қараса, ордасында әйелі жоқ. Ешкім көрмепті, білмепті. Патша бұйрық берген нөкерлерін шақырады. Жігіт қалай аман келді деп сұрайды. Хан ием, сіздің бұйрығыңыз екі болмады, әйеліңізді зынданға тастадық деп жауап береді нөкерлері. Патша ақырады. Күзетші жігітті шақырып алып: мен сені қайтып шыға алмайтын зынданға тастауға бұйырдым. Сен жәдігөйсің бе? Көмірге неге ерте бармадың дейді. Жігіт оған: хан ием, маған бір қария 3 ауыз ақыл үйретіп еді. Соны орындаймын деп сәл кідіріп қалдым деп жауап береді. Патша қандай ақыл деп сұрайды. Жігіт сонда былай деп жауап береді: бірінші су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Ханым мені дастарханына шақырып, мен су ішкен құдығыма түкірмейін деп ханымның айтқанына көнбедім. Бүгін таңертең көмірге бара жатқанымда алдымнан бір кейуана шығып,
даяр тұрғандан бір татып кет деді. Таңғы асты тастама деген қарияның екінші ақылы ойыма келіп, оның үйінен дәм таттым. Содан шығып көмірге бардым. Бар болғаны осы. Хан оның адалдығына көзі жетіп, сенің күнәң жоқ, адал екенсің. Ханым өз жазасын өзі тауыпты. Ақ қарасын айырмай сені жазықсыз жазалай жаздаппын. Маған уәзір бол деп ұсыныс айтып. Жігіт келісіп, есіңізде жүргеніме 10 жыл болды. Маған 3 үйір жылқы беріңіз. Әкеме қайтарып, батасын алып келейін дейді. Патша келісіп жігітке 3 үйір жылқы беріп, жолға шығарып салады. Жігіт келе жатып, мен кеткелі бірталай жыл болды. Әйелім не күйде екен деп ойлайды. Түнде ақырын үйіне келсе, әйелінің қасында бір боз бала жатыр екен. Ашуланып, қолын қылышына сала бергенде баяғы қарттың 3-ші ақылы есіне түседі. Сол қолымен оң қолын ұстап сабыр сақтайды. Сол кезде әйелі де оянады. Ол өзінің күйеуін танып көрсетті. Қасында жатқан боз баланы оятып, балам, тұр, әкең келді дейді. Сол кезде әйелінің жанында жатқан өз баласы екенін таниды. Ұлуанға келіп ері жетіпті. Баласымен құшақтасып, көрісіп, әйелінен кешірім сұрайды. Ертесіне әкесіне 3 үйір жылқысын қайтарып, батасын алады. Қайтып келіп ханның уәзірі болады. Баяғы қарттың 3 ауыз ақылы жігітті көп нәрседен қағып, барша мұрат мақсатына жеткізіпті. Әрқашанда қазыналы қарттарымыз аман болсын. Ертегі мұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.